Сәлеметсіздер ма, құрметті достар? Мен сіздерге бірінші мәтін тыңдауға ұсынамын. Біріншіден мен толықтай мәтінді оқимын. Сосын қайталап баяу оқимын диктант жазу үшін. Тыңдаңыздар. Эпизод 1. Обыр. Бұл оқиға менің Нагасакиде, Жапонияда кезімде болған. Бір күні қызық көрінетін жапон дәрігермен танысып кездестім. Оның бет алпеті толық есіме қалмаса да, бір нәрсе айтпай кетуге болмайды. Оның басында күлкілі әтір сияқты кекіл болды. Он әңгімелесуді қатты ұнады. Бір күні біз мейрамханада кездесіп шай ішіп жатты. Дәрігер жиып әңгімесін айтуды бастады. Қарт емделуші обырдан қатты қиналып жатты. Оның жапасы ауыр болды. Барлық дәрігерлер оның мерт болатынына сенімді еді. Емделуші қара ойларын қууға тырысты. Оның шыныдан жасалған, қызынан сыйлыққа алған текшесі болды. Текшінің ішінде жас кездегі қайтыс болған айлының суреті және туған күнімен құттықтау жазу болды. Күн сайын текшіні қолына ұстап, бірнеше сөз сыбырлап айтатын. Бір түннің ортасында ауыр жататын бөлмеден шу естілді. Сосын қатты тарс еткен дыбыс естілді. Бөлмесіне кіргенде сындырып кеткен текшіні едінде көрдік. Қартта кереуеттен құлап едінде жатты. Оның қолында айланың текшісінен алған суреті болған. Қасында бір жазылған парақ жатты. Онда айлым маған келіп құтқарды. Дүниеден оған қайтып өтіп жатырмын. Өмірдің жолдарды кім біледі деп ойланып кеттім. Эпизод 2. Бөлек сөйлемдер. Будак-будак тұман сейілгеннен кейін кірім таулардың көрінісі ашылды. Жасақ ұйқысынан ойна бастады. Бұл ертеңгісінде олардың алдында қиын жол жатты. Шан сорғыш шаны сора алмайды, жендету керек, деді айыл күйеуіне. Мысық тышқаны жолатып, бұқпантайлап, тарпа бас салды. Өрттен ғимаратқа орасан зор зақым келді. Орта ғасырдағы халық ағартушылар ретінде бірнеше адамды айтуға болады. Олар халқын ғасырлар бойы ағартуда болды. Бекелестікке ынтымақтастық жоқ. Орта ғасырда кінәлі қылмыскерді өткір қызыққа отырғызатын. Қылмыскер жайсыздығын сезді. Жайсыздығын. Кедің. Қабырғада тесігін бітеу үшін арнайы желімі сатып алу керек, деді жөндеу жұмысының шебері. Жарыста бір палуан қарсыласын шалау деген әдісімен лақтырды. Құжатты көптау
немесе бекіту үшін хатшы мөр қою керек. Диктант. Эпизод 1. Обыр. Бұл оқиға менің Нагасакиде, Жапонияда кезімде болған. Бір күні қызық көрінетін жапон дәрігерімен танысып кездестім. Оның бет әлпеті толық есіме қалмаса да, бір нәрсе айтпай кетуге болмайды. Оның басында күлкілі әтеш сияқты кекіл болды. Ол әңгімелесуді қатты ұнады. Бір күні біз мейрамханада кездесіп, шай ішіп жатты. Дәрігер ыржиып, әңгімесін айтуды бастады. Қарт емделуші обырдан қатты кенеліп жатты. Оның жапасы ауыр болды. Барлық дәрігерлер оның мерт болатынына сенімді еді. Емделуші қара ойларын қуға тырысты. Оның шыныдан жасалған қызынан сыйлыққа алған текшесі болды. Текшінің ішінде жас кезіндегі қайтыс болған әйелінің суреті және туған күнімен құттықтау жазуы болды. Күн сайын текшіні қолына ұстап, бірнеше сөз сыбырлап айтатын. Бір түннің ортасында ауру жататын бөлмеден шу естілді. Сосын қатты тарс еткен дыбыс естілді. Бөлмесінде кіргенде сындырып кеткен текшіні едінде көрдік. Қартта кереуеттен құлап, едінде жатты. Оның қолында әйелінің текшесінен алған суретті болды. Қасында бір жазылған парақ жатты. Онда әйелім маған келіп құтқарды. Дүниеден оған қайтып өтіп жатырмын. Өмірдің жоларды кім біледі деп ойланып кеттім.
Эпизод 2. Бөлек сөйлемдер. Будак туман селгеннен кейін керім таулардың көрінісі ашылды. Жасақ ұйқысынан ояна бастады. Бұл ертеңгісінде олардың алдында қиын жол жатты. Шансұрғыш шаны сұра алмайды. Жөндету керек, деді әйел күйеуіне. Мысық тышқаны жолатып, бұқпан тайлап, тарпа бас салды. Өрттен ғибаратқа орасан зор зақым келді. Орта ғасырдағы халық ағартушылар ретінде бірнеше адамды айтуға болады. Ол халық ғасырлар бойы ағартуда болды. Бәсеке келістікке ынтымақтастық жоқ. Орта ғасырда кінәлі қылмыскерлерді отырық қызыққа отырғызатын. Қылмыскер жайсыздығын сезді. Жайсыздығын. Қабырғада тесігін біттеу үшін арнайы желімі сатып алу керек, деді жөндеу жұмысының шебері. Жарыста бір палуан қарсыласын шалу деген әдісімен лақтырды. Құжатты коптау немесе бекіту үшін хатшы мөр қою керек. Қазір мен сіздерге тез мәтінді оқып беремін. Тыңдаңыздар. Эпизод 1. Бұл оқиға менің Нагасакиде, Жапонияда кезімде болған. Бір күні көзі көрінетін жапон дәрігермен танысып кездестім. Оның бет әлпеті толық есіме қалмаса да, бір нәрсе айтпай кетуге болмайды. Оның басында күлкілі атеш сияқты кекел болды. Ол әңгімелесуді қатты ұнады. Бір күні біз мейрамханада кездесіп шай ішіп жатты. Дәрігер жиып әңгімесі айтуды бастады. Қарт емделуші обырдан қатты қиналып жатты. Оның жапасы ауыр болды. Барлық дәрігерлер оның мерт болатынына сенімді еді. Емделуші қара ойларын қууға тырысты. Оның шындан жасалған қызынан сыйлыққа алған текшесі болды. Текшінің ішінде жас кездегі қайтыс болған әйелінің суреті және туған күнімен құттықтау жазуы болды. Күн сайын текшені қолына ұстап бірнеше сөз сыбырлап айтты. Бір түннің ортасында ауыр жататын бөлмеден шу естілді. Сосын қатты тарс еткен дыбыс естілді. Бөлмесіне кіргенде сындырып кеткен текшені едінде көрдік. Қарта кереуеттен қолап едінде жатты. Оның қолында әйелінің текшесінен алған суреті болды. Қасында бір жазылған парақ жатты. Онда әйелім маған келіп құтқарды. Дүниеден оған қайтып өтіп жатырмын. Өмірдің жолдарды кім біледі деп
ойланып кеттім. Эпизод 2. Бөлек сөйлемдер. Будақ тұман силгеннен кейін Крым-Талғардың көрінісі ашылды. Жасақ ұйқысынан ояна бастады. Бір ертеңгісінде олардың алдында қиын жол жатты. Шансұрғыш шаны сұра алмайды. Жөндеу керек, деді әйел күйеуіне. Мысық ташқаны жолатып, боқпантайлап тарпа бассалды. Өрттен ғимаратқа орасан зор зақым келді. Орта ғасырдағы халық ағартушылар ретінде бірнеше адамды айтуға болады. Олар халқын ғасырлар бойы ағартуда болды. Бәсекелестікте ынтымақтастық жоқ. Орта ғасырда кінәлі қылмыскерді өткір қызыққа отырғызатын. Қылмыскер жайсыздығын сезді. Қабырғада тесігін бітеу үшін арнайы желімі сатып алу керек, деді жөндеу жұмысының шебері. Жарыста бір палуан қарсыласын шалу деген әдісімен лақтырды. Құжатты құптау немесе бекіту үшін хатшы мөр қою керек.